Сәлеметсіздерме оқушылар? Бүгін Қастам тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы ежелгі көшпелілердің дүниетанымы екінші сабақ. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: көшпелілердің қандай салт дәстүрі бүгінгі күнге дейін сақталды? Сабақтың мақсаты көшпелілердің дүниетанымымен танысу, көшпелілердің салт дәстүрін зерделеу. Оқушылар ең алдымен біліміз сайтын пайдаланып, ежелгі көшпелілердің дүниетанымына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Наурыз жайлы не білесіңдер? Наурызды қай елдер тойлайды? Наурыз мейрамының дәстүрлері қандай? Наурыз мерекесі қандай сеніммен байланысты? Наурызға қатысты қандай ырымдар бар? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Наурыз жайлы не білесіңдер? Наурыз жаңа күн деген мағынаны береді. Наурыз жыл басы, жаңа жыл, күн мен түннің теңелетін уақыты. Ұлыс деген сөз мемлекет, ел деген мағынаны білдіреді. Сондықтан Наурыз мемлекеттің басты мерекесі саналады. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы заманнан бар. Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңінде бұл мереке аталып өткенімен кейін тыйым салынды. 1988 жылдан бастап Алматы қаласы мен республиканың көптеген аймақтарында Наурыз жалпы халықтық мейрам ретінде қайта тойлана бастады. Наурызды қай елдер тойлайды? Наурызды Иран, Өзбекстан және Түркия елдері 21 наурызда, Орталық Азия елдері Әзірбайжан мен Қазақстан 22 наурызда тойлайды. Наурыз мейрамына қатысты қандай дәстүрлер бар? Дәстүр бойынша бұрын Наурыз мейрамын бүкіл ауыл болып, әсіресе жастар жағы тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып гүл егуден бастайды. Кейін ойын ойнап, айқұш-ұйқыш, ақсерек пен көксерек, алқа қотан, тағы басқалар ән салып, би билеп, көңіл көтереді. Ақындар айтысқа түсіп, балуандар күресіп, шабандоздар ат жарыстырып барынша көңілді өткізеді. Ал түнге қарай алтыбақан теуіп, жастар сырласады. Бүгінде елімізде Наурыз мейрамы салт дәстүрге сай ерекше салтанатпен тойланады. Наурыз мерекесі қандай наным сеніммен байланысты? Көшпелілерде аруақтарға сыйыну ертеден бар. Тіршілігінде ірі істерді атқарған тұлғалар қайтыс болғаннан кейін де ұрпақтарына көмектесе алады деген сенім болған. Аруақтарға арнап құрбандық шалатын арнайы орындар қоныс маңында орналасқан. Көшпелілер су иесі бар деп суға, соның ішінде қайнар бұлаққа, ағынды өзендерге құрметпен қарады. Аластау дәстүрлі тәңіршілдіктің дүниетанымынан, отқа табынудан қалған ырым. Ол екі түрлі мәнде: ел аумағын, мал өрісін, мекен жайды кесір кесапаттан сақтау үшін және адам мен малды ауру сырқаудан айықтыру үшін қолданылған. Көшпелілер отты тазалық иесі, зұлымдыққа қарсы тұратын құдіретті күш, киелі нәрсе санады. Отқа табынуда күнге қатысты наным сеніммен тікелей байланысты. Алдымен босағаны, содан кейін үйдің бұрыш-бұрышын аралап, алас-алас, ауру сырқаудан алас, тіл мен көзден алас деген сөздер айта отырып аластайтын болған. Бұл ырым түрі әлі де сақталған. Жас келін табалдырықты алғаш аттағанда отқа май құю дәстүрі жасалады. Сонымен қатар нәрестені бесікке саларда да бесікті отпен аластайды. Наурызға байланысты қандай ырымдар бар? Қыстаудан жайлауға көшкен кезде бірінші күні қыстаудың маңынан 5-6 шақырым қашықтау жерге аялдап, жолдың екі жағынан үлкен екі от жағады. Әйелдердің жасы жағынан үлкені қабақ сынды, қайғы кетті деп дауыстап қабақты сындырады. Бұл ырым қыстан аман есен шыққандарына тәубе етуді білдіреді. Содан кейін оттың арасынан жүк тиелген түйелерді өткізеді. Көкпар ойыны атауының шығуына байланысты бірнеше нұсқа кездеседі: көкбөрі немесе көкбөрте. Көкпар жігіттің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып үйретілгенін, жүйріктігін де сынайтын жарыс түрі.
көкпар жаппай және дода тартыс болып екіге бөлінеді. Жаппай тартыста әркім көкпарды өзі иелік етуге тырысады. Дода тартыста құрамы 1-2 топ сынға түседі. Мұны кейде марта тарту деп те атайды. Көкпар ұлттық ат спорты ойындарының бірі ретінде қазір де халық арасында кеңінен тараған. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма сәйкестендіру. Оқушылар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма тәңіршілдік дүниетанымнан отқа табынудан қалған ырымды анықтаңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.